Оқу орыс тілінде жүргізілетін 3 Б сыныбында қыс айлары деген тақырыппен сабақ өтті. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұны мен кейіпкердің іс-әрекетін нақтылау, сұрақтарды құрастыру және сол сұрақтарға жауап алу. Сабақ барысында оқушылар Абайдың қыс өлеңімен танысты. Семей жерінің қыс ерекшеліктері туралы айтты, өлеңнің мәтінімен салыстырды. Сондай-ақ қыс айларының атауларын білді, сұрақтарға жауап алды. Абай Құнанбаев. Қыс. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, 6 қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидеммен тоң қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды.